Алатау спорт сарайында волейболдан ішкі істер министрінің кубогына турнир өтті. Сайысқа ішкі істер төтенше жағдай министрліктерімен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттік күзет қызметі және қаржы мониторинг агенттігінің командалары қатысты. Одан бөлек жарыста ұлттық ұлан, көліктегі полиция департаменті, мамандандырылған күзет қызметі басқармасы, қылмыстық атқару жүйесі комитеті және Динамо командалары бой көрсетті. Бүгінгі волейбол турнирі Қазақстандық Динамо қоғамының 100 жылдық және жеңістің 80 жылдығына арналған маңызды шара. Бұл жарыс спорттық дода ғана емес, күш құрылымдарының қызметкерлерін ауызбіршілігі мен достығының нығайтатын маңызды қадам. 2 күнге созылған жарыс тартысқа толы болды. Жоғары бәсекелестік көрсеткен командалар 100-ден жүйрік шығу үшін барын салды. Турнир қорытындысы бойынша 3-ші орынды мамандандырылған күзет қызметі басқармасы, 2-ші орынды ұлттық қауіпсіздік комитеті иеленді. Ал ішкі істер министрлігінің құрамасы топ жарып, жарыстың жеңімпазы атанды.